таңертаң сіздермен бірге Абай жастары подкаст жобасы және тізгіндемен Ботагөз Мұратқызы. Бүгінгі студиямыздың қонағы Көкпекті жастар ресурстық орталығының директоры Айбек Үсенович. Айбек мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Айбек мырза, енді подкаст басында өзіңізді көрермендерге таныстырып кетсеңіз және орталықтың жұмысын қоса айтсаңыз, иә? Мен Рамазанов Айбек Үсенович, осы Көкпекті жастар ресурстық орталығының жетекшілік қызметін атқарамын. Біздің орталық 2013 жылдың 8 сәуірінен бастап өз жұмысын атқаруда. Орталықтың басты мақсаты жастардың әлеуметтік белсенділігін арттыру болып табылады және де мәдени дамуына көмек көрсету. Қазіргі таңда ауданымызда 14 пен 35 жас аралығындағы жастардың саны 3239 адамды құрайды. Жастар көбінесе орталыққа қандай мәселелер бойынша жүгінеді? Орталыққа көбінесе жұмыспен қамту, мамандық таңдау және де волонтерлық мәселелер бойынша көбінесе жүгінеді. Атап кетсек, қазіргі таңда ауданымызда жас мамандардың тапшылығы бар. Мысалы, мәдени жәнегі мемлекеттік қызмет салаларында кадр тапшылығы бар. Соған орай біздің орталық көбінесе бос орындар жәрмеңкесі сияқты шаралар ұйымдастыру үстінде. Волонтерлық бағытқа келетін болсақ, біздің жастарымыз бұл бағытқа өте белсенді болып келген. Бірақ болғанымен орталығымыз осы бағыттың маңыздылығын түсіндіру мақсатында бірқатар семинар тренингтер өткізу үстінде. Бірінші тоқсан бойынша және қаңтар айынан бері осы уақытқа дейін сіздерде қандай шаралар легі ұйымдастырылды? 2025 жылдың бірінші тоқсанында Көкпекті жастар ресурстық орталығы жастардың әлеуметтік белсенділігін арттыру мақсатында бірқатар шаралар ұйымдастырылды. Оның ішінде үлкенге көмек атты акциямыз. Бұл шарада орталықтың белсенді жастары жалғызбасты ата-апаларымызға тұрмыстық көмек көрсету мақсатында ұйымдастырылған. Шара барысында тұрмыстық көмек көрсетілді, әлеуметтік қолдау білдірді және де тәтті шай атты акциямыз. Бұнда да ауданымыздың суық күнде тазалығын сақтап жүрген жұмысшы мамандарға жастарымыздың алғыс айту мақсатында тәтті шай мен бәліштер таратылған. Сондай-ақ батырларға тағзым, балаларға базарлық, жан жылуы атты акцияларымыз ұйымдастырылған. Суицидке қарсы, лудомания, есірткіге қарсы бірқатар шараларымыз, семинар тренингтарымыз, әлеуметтік видеоларымыз түсірілген. Және де спорттық бағытқа келетін болсақ, Көкпекті жастар футбол лигасы 6 ай мерзімінде әрбір апта сайын 100 жасты қамтып отырған үлкен шара өткіздік. Ұлттық рух атты садақ атудан сайысымызды өткізген болатынбыз. Және де ауданымызда 6 жылдан бері тоқтап қалған жайдарман ойындарын қайта жаңғырттық. Қазіргі таңда аудан деңгейінде 13 команда бой көрсетіп жүр. Оның екеуі қалалық деңгейде жайдарман ойындарына қатысып жүр. Және де Шұғылбай командасы қазіргі таңда Астана қаласында Есенелеукен бастаған республикалық ойында бой көрсетіп жүр. Қазір Астана қаласында. Жақсы. Енді алдағы уақытта қандай шаралар ұйымдастырмақ ойларыңызда бар? Алдағы уақытта Көкпекті жастар ресурстық орталығы жастарымыздың ұлттық құндылықтарын дәріптеу мақсатында бірқатар шаралар ұйымдастырылған. Нақты айтатын болсам, садақ атудан және де ұлттық ойындар бойынша жарыстар ұйымдастырып отыр. Шараға қатысушы жастардың белсенділігі қалай? Олардың шараларға қаншалықты қызығушылық танытады? Біздің жастарымыздың белсенділігі өте жоғары. Әрбір шара, әрбір үлкен жобаларға қол ұшын тигізуде. Атап өтетін болсам, жақындама толық метражды киносы және алдағы уақытта әлі тәрбиелік мәні бар фильм форматында жобамыз бар. Жастарымыз үлкен осындай ірі жобаларды алып жүр. Болғанымен әрбір салада әлі мотивациялық насихаттау жұмыстары қажет деп ойлаймын. Олардың шешімі
заманауи талаптарға сай шаралар ұйымдастыру. Жақындама фильмі туралы толық мәлімет берсеңіз, мазмұны кімдер туралы, кімдерге арналған? Жақындама фильмін өзім түсірген болатым, бас операторы өзім. Оның ішінде бір профессионалды актер жоқ, ол ауылдың ішіндегі жастар түсірілген болатын. Бұл мазмұны лудомания, есірткіге жол жоқ деген болатын. Жақындама фильміні Көкпекті мәдениет үйінде 3 көрсетілімі өтті. Қашан жарыққа шықты? 13 мамыр. Жақсы, рахмет. Қайырымдылық және волонтерлыққа жұмыстарға тарту үшін жастарды қандай шаралар легі ұйымдастырылады сіздерде? Біздің Көкпекті ауданы жастары волонтерлық, қайырымдылық шараларына өте белсенді. Дегенімен бұл тарту мақсатында семинар тренингтар ауылдың белді де белсенді азаматтары мен жастардың арасында семинар тренингтар өтеді. Форматы мотивациялық насихаттау жұмыстарының негізінде. Жақсы. ниет санатындағы жастардың қатарын азайту мақсатында қандай шаралар ұйымдастырылады? Енді қазіргі таңда ниет санаты деген өте бір өзекті мәселеге айналды ғой қоғамда. Бұл мәселе Көкпектіде ғана емес, Қазақстанның әрбір аудан өңірлерінде өзекті мәселесі. Бірақ дегенмен біздің ауданда жастар ресурстық орталығы, мансап орталықтарымен бірлесе отырып, бос орындар жәрмеңкесі, алғашқы жұмыс орны деген шараларымызды өткіземіз. Осы шаралардың арқасында жыл басында ниет санатында бізде 71 адам болған болатын. Қазіргі таңда 49 адамға дейін азайды. Оның ішінде 15-і ауданнан тыс жерде, 2-і Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде тұрып жатыр. Енді жастар мәселесі мен олардың мәселелерін шешу жолдарына көшсек, қазіргі таңдағы жастардың арасында қандай мәселелер өзекті? Жастарымыздың ең өзекті мәселелерінің бірі ол өз мамандықтары бойынша жұмыс таба алмау, лайықты жалақы ала алмау. Және де қазіргі Көкпекті ауданы жастары Көкпекті ауданында кинотеатр ғимараты жоқ болғаны айтып отырмыз ғой. Және біздің жастарымыз көбінесе кино көруге, шығармашылыққа, ән айтуға бейім келген. Сондықтан әрбір шараға дайындалуға жастар үйінің жоқ болғаны. Бірақ бұл мәселе алдағы уақытта шешіледі. Сіз үшін жастармен жұмыс істеудің ең қызықты тұсы қандай? Ең қызықты тұсы бұл жастардың қазіргі аудан деңгейінде жастардың бойынан нағыз талант, нағыз көшбасшылықты көру және оны ары қарай дамыту мен үшін қызықты болып табылады. Қазіргі таңда жастар ресурстық орталығында қанша маман жұмыс атқарады? Біздің Көкпекті жастар ресурстық орталығында 8 адам жұмыс жасайды. 2 главный специалист, бас маман, 2 маман, делопроизводитель, және де СМ мамандарымыз жұмыс жасайды. Жастар ресурстық орталығын басқарудағы қандай қиындықтар кездеседі? Жастар ресурстық орталығын басқару ол өте күрделі, жауапты жұмыстардың бірі. Өйткені жастар аудиториясы өте жаңа идеяларға бейім келеді. Оларға тек қана біздің жастар ресурстық орталығымыз ол шара ғана ұйымдастырып қана қоймай, жаңа идеяларға бейім мотивация сыйлауымыз керек жастарға, қоғамдық көңіл күй сыйлауымыз керек, жаңа заманауи тәсілдерді қолдана білуіміз керек. Сіз жұмыс барысындағы ең үлкен жеткен жетістігіңізді атап кетсеңіз? Мен үшін ең үлкен жетістік ол сандар емес, рейтинг емес, ол жастардың бойынан 10 жаққа түзелуі, жаңа 10 жолдар ашып беруі мен үшін ең үлкен жетістік. Енді сұхбат бар соңында Айбек мырза, жастарға айтар кеңесіңіз болса және көрерменге ізгі тілегіңіз болса, Жастарға айтар кеңесім, өздеріңізге сеніңіздер, дамыңыздар, өз армандарыңыздан бас тартпаңыздар.
Сіздерге рахмет. Көп. Жақсы, рахмет сіздерге де. Сіздердің шабыттарыңыз таусылмасын. Сіздерден тағы да жаңа толықметражды кинофильмдер күтеміз. Бұйыртса. Құрметті көрермен, Абай жастар подкаст жобасының кезекті саны өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.